Павлодар облысының жоғарғы оқу орындарында қазіргі сәтте 121 шет ел азаматтары білім алуда. 20-сы Қытай, ал 15-і Моңғолияның жастары. Германия мен Кореядан 4 студент, 1 студент Түркия елінің азаматы. Басым бөлігі Ресей Федерациясының жастары. Нигериялық Науа Салака болса, Қазақстанға бұдан жарты ай бұрын ғана келді. Павлодар мемлекеттік университетінің металлургия, машина жасау және транспорт факультетінде келер оқу жылынан бастап дәріс алатын болады. Әзірге арнайы курстарда қазақ және орыс тілдерін үйренуге ниетті. Кейін тіпті магистратураны Астана қаласында жалғастырғысы келетінін айтады. Нигерияда мектепте жүріп, Қазақстанда оқуға болатындығы туралы халықаралық бағдарламалары орталығын жариялаған ақпаратынан естіп білдім. Қызығушылық таныттым. Сөйтіп алдыма мақсат қойдым. Бұл жаққа жету оңай болмады. Өйткені Нигерияда Қазақстанның елшілігі жоқ. Визаны оңтүстік Африка арқылы рәсімдеуге тура келді. Экваторлық муссондық климаттан кейін бозбала үшін жаңа орынға бірден бейімделу әдетте қиынырақтау болар еді. Бұл жолғы жағдай мүлдем басқаша. Ол үшін мұнда бәрі жақсы. Мүмкін бұған қазақтардың қонақжайлығы ерекше әсер еткен болар дейді өзі. Ноғаны павлодарлық жастар жақсы қарсы алды. Бірден достар тапты, студенттік жатақханаға орналасты. Құрдастары қажетті заттармен бөлісті. Жарқын қабақ танытып сыйлықтар ұсынды. Енді міне оқу орнындағы Наурыз мейрамына да ертіп әкелді. Әзірге Павлодарда толық аралап болған жоқпын. Қазақстанның мәдениеті туралы әлі де аз білемін. Алдағы уақытта бұл туралы міндетті түрде білімімді кеңейтетін боламын. Ал Наурыз мейрамы туралы Қазақстанға келмес бұрын оқып таныстым. Міне маған қазақтың ұлттық киімін сыйлады, өте ұнады. Шапанның өрнектері әдемі екен. Білесіздер, біздің жақтың ауа райы мен бұл жақтың ауа райында айырмашылығы жер мен көктей. Мына шапанды киіп алып, енді жаурамайтын болдым. Қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татқан шетелдік азамат таңданысын жасыра алмады. Бешбармақ. Бауырсақты да, бешбармақты да жеп көрдім. Дәмі тіл үйреді. Бешбармаққа ұқсас тағам Нигерияда да бар. Сондықтан да болар маған өте ұнады. Павлодардағы жоғарғы оқу орындарының бірінде шетелдік қазақ диаспорасы, оралмандар және шетел азаматтары үшін ашылған даярлық бөлімінде білім алып жатқандардың бірі Қытай азаматы қандасымыз Құштар Шаттық. Айтуынша аспан асты елінде тұрып жатқан қазақтар өз салт дәстүрлерін бір кісідей біледі. Өзім Қытай іле қазақ аптомыран Нұлқаудан Қаратау ауылынан келгем. Былтыр күзде осы Қазақстанға өттім, осы оқумен. Бір жыл қазақ мектеп оқуын, Қытайша оқығам, 11 жыл. Қазақ мектеп болады, әзір қазақ мектеп пен Қытай мектеп қосып жерді. Өнен кейін өзіміздің қазағымыздың жеріміз бар, жайлауымыз бар, малымыз бар, қызмет десе қызметі бар, мал шаруашылық істейтінде бар, небір қызметпен айналысады. Жазда жайлауға шығып, құрт сүзбе шығарып, қымыз жеп дегендей. Негізі бәр салт түріктер бәрі бар Қытайдың қазақтарында. Құштар Наурыз мейрамын Қазақстанда алғаш рет қарсы алып отыр. Өз кезегінде Қытайдағы Наурыз мейрамы жайлы да айтып берді. Қытайда Наурызда негізі 3 айның 15-нен басталып кетеді негізі. Енді 3 айның 20-21-лері үлкен жиналып бір тойлайды сол кезде. Мал сойылады, көже жасайды. Биыл бірінші рет енді Қазақстанда Наурыз тойлап отырған. Мен де өте қуаныштамын. Жас жігіт болашақта ағылшын тілінің маманы болуды армандайды. Дипломын қолға алып, Қазақстан үшін қызмет еткісі келеді. Қазақпыз ғой енді. Қазаққа оралып, қазақтың өзіміздің қазағымыздың жерінде жұмыс істеп, әке-шешемді ертіп келіп осы жерде жасасам, әке-шешем қалған өмір осы жерде деп ойлаймын. Моңғолияның бай өлкө аймағынан Қазақстанға білім қуып келген жастардың бірі Айтолқын Тілеухан. Болашақ ұстаз қазақтың ескі өндерін бойына сіңіріп өскен екен. Ұлтымыздың төл өнері мен мәдениетін бүгінгі ұрпақтың білген абзал. Өйткені бұл біздің жаратылысымыз бен болмысымызға жақын дейді өзі. Бұрынғы ата-бабаларымыздың табаны тиген жерге келіп қалдық. Біздің енді осы қазақ елінің президенті енді саясаты жағынан болсын, қай жағынан жақсы. Енді 20 жылдың ішінде, 20 неше жылдың ішінде осындай ірі мемлекет болып айналып жатқанымыз енді жақсы, енді қуантарлық жағдай. Біздің құлағымызда әжелеріміздің айтып келе жатқан әнінен барады ауылым көшіп деген әні. Көзіңнің мөлдірін ай деген ән.
Барадай аулым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қазақ елін негізі жақсы көрем өзім. Бұрыннан осы кішкентай кезімнен бастап осы елге енді келуді армандап, сосын арманым осы орындалып, дамығаны жағынан болсын, қай жағынан болсын Қазақстан жақсы. Бұл жерден достар таптық. Көп енді достарымыз. Мақсатым жоғары оқуына түсіп, өзімнің мамандығымды игеріп, осы елдің, өз еліміздің азаматтарына енді жақсы білім беру негізі.